Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Бүгін сіздерге жұмыссыздық пособиясын қалай аламыз, жұмыссыздық пособиясына қалай өтінім тастаймыз, соны үйрететін боламын. Біз өткен сабақта өздеріңізбен бірге жұмыссыздық статусын қалай аламыз, жұмыссыздыққа қалай тіркейтініміз, соны көрсеткен болатынмын. Енді бұл сабақта біз жұмыссыздық пособиясына заявка тастаймыз. Өткен сабақтың жалғасын түсіріп жатырмын сіздер үшін. Біз міне безработный статусын алдық, жұмыссыздық. Енді осы жерден біз қазақ тіліне аударып қояйын мен. Мына жерде біз мемлекеттік қызметтер деген тараудан жұмысынан айырылу бойынша төлем дегенге өтеміз. Мінекей. Жеке бас деректерін жинаумен өңдеуге келісемін деп проверкадан өзіміздің ЭЦП кілтімізбен өтетін боламыз. Жалғастыру батырмасын басамыз. Кішкене осылай уақытты алады. Күтеміз. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар. Осы жұмыссыздық бойынша сіздерге төлем қажет болса, маған өтініш жасасаңыздар болады. Мінекей, әлеуметтік аударымдар туралы сұраным орындалуда. Обновить, жаңарту батырмасын басып отырамыз. Нәтиже келгеннен кейін біз әлеуметтік аударымдарымызды өзіміз толық форматта тексеріп шықсақ болады. ЕГОВ порталынан да алып тексерсек болады. Біз жәрдемақы алу үшін біз өтінім жібереміз енді. Бұл жерде біз өтінім жіберіп жатқанда өзіміздің шотымызды, кезет шотымыз, 20 сандық кезет шотымызды айван шот дейді. Соны теріп жазып толтырамыз. Және де өзіміздің электрондық поштамызды толтыратын боламыз. Барлық мәліметтерді толтырып болғаннан кейін біз өзіміздің ЭЦП кілтімізбен қол қойып жіберетін боламыз. Біршама уақыт күтеміз. Мінекей, жобамыз біздің қарастырылуда. 3 жұмыс күнінде жауап келеді. Сіздерге видео ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Осы қызмет бойынша сіздерге өтінім тастау керек болса, маған жүгінсеңіздер болады. Және де каналыма тіркеліп отырыңыздар. Ұдайы өте пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Яғни қаржылық ақпараттармен, қаржының барлық саласы бойынша, гранттар бойынша, қайтарымсыз несиелер бойынша, ипотека бойынша болашақта видеороликтерді жүктейтін боламын. Сәттілік баршаңызға. Бөлісіп отыратын боламын. Яғни қаржылық ақпараттармен, қаржының барлық саласы бойынша, гранттар бойынша, қайтарымсыз несиелер бойынша, ипотека бойынша болашақта видеороликтерді жүктейтін боламын. Сәттілік баршаңызға.